Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге Windows'та қалай флешкаға жазудың жолын көрсетемін. Әрине, біреулер білгенмен, біреулер білмейді. Ең алдымен біз мына программаны скачать аламыз. Rufus деген программаны скачать аламыз. Rufus деген программа арқылы біз Windows'та жаза аламыз. Мысалы, Rufus деген программаны ашамыз. Сол жерде мен уже ішіне өзімнің флешкамды дайындап қойдым. Жаңағы салып 4К қойдық. Сол жерде мысалы таңдаймыз. Міне рабочий столды бастым. Мұны Windows 11 қазіргі шыққан 1.32 гигабайт. Өзім осыны қазір пайдаланатым, өте жақсы, жылдам жұмыс істейді екен. Оны интернеттен басып алсаңыздар да болады, скачать етіп тауып алып. Одан кейін Rufus деген программаны, Rufus программаны басып алсаңыздар да болады. Одан кейін мына жерде егер сіздердің компьютерлеріңіз жақсы, өте жақсы деңгейде жоғары мощный компьютер болса, онда GPT-мен бассаңыздар болады. Егер компьютерлеріңіз слабый болса, онда MBR программамен басып алсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Жаңа немен Windows'ты басып, Rufus'мен басып аламыз. Старт басамыз. Окей деп сұрап жатыр. Окей дегені жаңа сіздердің флешканың ішінде файлдар болса, бәрі өшеді деп тұр. Енді Windows адамдар ішіне бәрі не қоймайды ғой, керек файлдар. Бұл бәрі автомат түрде ол и так өшеді. Так, окейді басамыз. Мына енді уже жаңа нені кетіп жатыр. Установкасы флешкаға. Одан кейін бұл Rufus'тың өте жақсы программа екен. Мен неше Windows'тар жазып, проба тексерем көбінесе. Әйтеуір бір жерден бір қате, ошибка кетеді. Через Rufus арқылы жазсам, бір байқайсыздар ма, бір Windows'тарда негізінде флешка жазсаңыздар қабылдамайды. Жаңағыдай жартысына келіп тоқтап қалады осы мүмкінде. Через Rufus жазсаңыздар, программаларыңыз жақсы, ондай қате болмайды. Енді әрине бар нәрсе 100% сенуге болмайды ғой, бірақ дегенмен бір 70-80% мен оған гарантия беремін деп ойлаймын. Өйткені мен біраз проба тексеріп көрдім, қанша неде қазір программалар көп қой. Біреулер Daemon Tools-пен басады, или болмаса Ultra ISO-мен басады, основной. Енді бұның ішінде ең жақсысы мен өзім көрдім, бәрін тексеріп. Осы Rufus программасы жақсы екен. И ода жаңағыдай қателік аз екен. Ошибка көп шықпайды екен. И мен аржан оны түсінбедім, оның ішінде не бар, не жоғын. BIOS-та мен обязательно кірген кезде ішінде жаңағыдай керекті флешканы қойып істеп жүрем. Бірақ бір-екі мәрте байқап қалдым, через Rufus деген образым, Windows образы жасағанда менен неге кіріп, BIOS-та кіріп, ештеңе жаңағыдай сұрамады. Флешканың өзі автомат түрде ашылды. Тек қана BIOS-та мен F12-ге жаңағыдай ашылу үшін доступ бердім, болды, таңдау үшін жаңа флешканы. Бұлай байқағаным, бұлай ішін ақтарып, керекті флешканың үшін керекті нәрсені қойған жоқпын доступтарда. Бір-екі мәрте өзім байқадым да, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер де болады, жаңағыдай через Rufus-пен жазып. Бірақ менде осы нәрсе шықпады, көріңіздер. Қазір бітсін, көріңіздер. Мен қазір Windows 11-де қойғам. Бір аптаның көлемінде болып қалды, тексеріп көрдім. Бірақ өте шустрый программа екен, тез жұмыс істейді екен, жылдам екен. Бір программалар бір 2 күннен кейін уже білесіздер ғой, разница береді, бір қатып қалып, завис етеді. Бұда ондай байқамадым, бірақ қазірше жақсы жұмыс істеп жатыр. Бір-екі ауыр ойындарды басып көрдім, бірақ жаңағыдай қиналған жоқ. Енді білмеймін, енді әр компьютердің несі әртүрлі шығар, бірақ маған ондай нәрсе көрсеткен жоқ, пока нормальный жұмыс істеп жатыр. Алдын енді қазіргі GTA 5-ті білесіздер ғой, ауыр жақсы әжептәуір сұрақ қояды, өзінің керекті жаңағыдай оперативкасын дейді ғой, видеокарта, өзінің сұрайтын требовать ететіндер. Бірақ менде GTA-да что-то менде завис еткен жоқ, білмеймін. Мен өзімді байқамаппын, мен ендігі не деп қойып көрсетем, қанша FPS болған. Бірақ менде GTA жаңағыдай жылдам ойнап жатыр, завис еткен жоқ. И изображение четко көрсетіп жатыр да, жаңағыдай анық, таза, чисто көрсетіп жатыр. Енді бұл жерде де рөл ойнайтын жер бар, потому что AMD-шпен істесеңіздер, ол уже
Бұл жерде качество онша болмайды. Егер сіздер GeForce мен жұмыс істесеңіздер, Nvidia мен, онда качество жоғары болады, бірақ ноутбуктарыңыз кішкене ауыр жұмыс істейді. Бірақ енді ол сіздердің көп қой, қайсы версияға. Мысалы мен өзімде қазір енді мына екінші ноутбукты әкелдім. Енді айтпай қоя салайын, енді славя шын айтқанда соған мен GTAны тартып жатыр. Мен өзім ырза болдым соған, шынымды айтсам. Алдыңғы мен бір Windows 10 басқам, мен оған не істемедім, бар нәрсені істеп шықтым. Анау ютубтан көрдім, былай істесең FPS нормально болады, былай істесең батарейканы алу керек деді, біреу салу керек деді. Әйтеуір болмады. В общем, жалпы ешқайсысы көмектеспеді. Бірақ біреулер астына комментарийлер жазған, маған көмектесті, жаңағыда рахметін білдіріп жатыр. Бірақ мен өзім істеп көрдім, или мен түсінбедім ба, бірақ өзім ойымдағыдай істегенше істеп көрдім, бірақ ешқандай бір өзгеріс көрмедім. Бірақ кішкене өзгерістер берді, сәл-сәл. бірақ анау айтқандай өзгеріс көрген жоқпын. Так, 99% болып қалыпты ғой. Енді ол уже бітті. Енді өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Так, закрытті басамыз. Мой компьютер кіреміз. Мына Windows 11 уже жазылды. Мына Windows 11. Енді осымен жаңағыдай установка істей берсеңіздер болады через BIOS арқылы. Егер пайдасы тиіп жатса, комментарий жазып, подписка жасап, лайк басып кетіңіздер.